Шымбайдың шашлығын жемепсіз, бұл дүнияға кемепсіз. Ассаламу алейкум, hürmetli YouTube тамаша көйлері, hamda kanalımızın көрушілері. Мінекей бүгін Шымбай қаласында жаңалық болып атырыпты, яғни мангал шашлық ашылып атырыпты. Көп адам біледі бұл жерді, Азиза кафенің қасында. Бүгін сіздерге шашлықтың бақаларын көрсетіп өтеміз, hamda басқа да затлардың бақаларын көрсетіп өтеміз. Енді күн жылып атырыпты, бұл жерге шаңарақ ағзаларыңызбенен, достарыңызбенен келіп, арқайын демалып кетсеңіз болады. Демек, видеоға бір дана лайкты басып, каналға қосылмағандар әлбетте қосылып қоямыз. Демек, видеоны тамаша етеміз. Ал онда шашлықтың бақалары менен бір қатар бір шеттен танысып өте береміз. Ажар, қандай отыр бұлардың бақалары? Кусковой шашлығымыз салмағы 120 грамм, бақасына келсек 16 мың сом. Бауыр шашлығымыз, бұның да граммы 120 грамм, бақасы 13 мың сом. Акарашка шашлығымыз 220 грамм салмағы, бақасы 13 мың сом. Фарш шашлығымыз граммы 80 грамм, бақасы 12 мың сом. Сосын біздерде қазылар бар, тушенкілер бар. Сосын лавашты біздерде доставка бесплатно. Біздер ыстыларымыз бар, салып беретін шашлықке. Неше шашлық алса да біздерде бесплатно қала ішіне. Шымбайдың ішіне, я? Шымбайдың ішіне, ауа. Қалесі қалеген шашлығынан бұйыртпа береді. Бұйыртпа береді біздерге, номерлеріміз қалдырамыз қазір. Қалеген шашлығын алса біздер бесплатно үйіне апарып беру. Бесплатно. Сосын мангаларымыз бар. Ертең майокко басылады, жаз күндерінде құда қалесе. Солған біздерде майокко менен ісі біздер өзіміз қосып беріп жібереміз бұны. Біздерден 5 кило, кемінде 5 кило көш алса, фарштан алсын, акарашкіден, бауырдан, кусковойдан алса да, мангалымыз менен ісімізді қосып беріп жібереміз, әкеліп беру шартыменен. Ал достар, мінекей шашлықлеріміз пісіп атырыпты. Көрсеңіз болады, мұның иісін қараң енді, ой бұл. Зор болып тұр ғой мінекей мынау деген. Пай. Ал достар, мінекей шашлық тайым болды. Келің ал шашлықке міне. Пай, зор болып тұр ғой мынау, я. Мінекей мархамат шашлықке. Ал мінекей кусковой тайым болды азыр мына. Зорлығын қараң мына. Менің өзімде бұл жердің лавашын, шашлығын жеп көрдім. Аузымда ериді, 1000 мәрте естігеннен 1 мәрте жеп көрген жақсы. Ал мінекей Ашпамыз шашлықке келген екен балаларымен. Ашпа, енді шашлық қалай екен бұл жерде айтып берің бір? Жақсы, бүгін балдарымыз әпкебек. Неге? Байрамда бүгін, әр байрамында шашлық жемістік. Бүгін жақайында. Келебек, жақсы. Асыра етімен келуіңізді. Мазалы мекен шашлығы? Мазалы екен. Мазалы мекен? Болады, ас болсын ал. Ал мінекей шашлығымыз жетіп келді. Ажағаларымыз шашлықтен жеп атқан екен. Ал ажаға енді шашлық қалай екен? Бұл жерде пікіріңді бір айтып жібер жеп көріп. Иісінен мощный бір аға. Дәмін көріп бір айтып жібересің ғой. Ташындай болып түсірмемадың ба? Зор ма? Білмеген екен. Ажағаларымыз шашлықты зор деп атыпты. Ал ас болсын дейміз ал? Рахмет. Келің ал. Келе бересілер, мінекей осы жерден шашлықтен дәм татып кете бересілер енді. Мәнзіл, мінекей Шымбайда көп адам біледі, Азиза кафенің қасында. Ал достар, мінекей іште шашлықтен басқа да затларымыз бар. Бұлардың бақаларымен азыр бір шеттен танысып өтеміз. Бұлардың бақаларын айтып өтейік қанекей? Бірінші тұрғанымыз ходдог, оның наны да бізде домашний тайырланады. Ішінде сосиска, помидор қияр, әмде кетчуп майонезлер болады. Бұның бағасы 10 мың сомнан. Екінші тұрғаны гамбургер, бұның бағасы 15 мың сомнан. Ішінде гоші, котлеті болады, помидор қияр, әмде кетчуп майонезлер менен. Одан кейінгі гумма деп айтылады. Гумманың бағасы 4 мың сомнан. Ішінде өкпе, бауыр, күріш болады. Одан кейінгі неміз көшнан, оның бағасы 10 мың сомнан. Одан кейін самса, гриллеріміз бар. Гриллеріміз 60 мың сомнан бағасы, қасына қатламасы, сосын острый перес, саусы қосып беріледі. Егер 50 мың сомнан өтсе, доставка бипл. Шымбайдың ішіне жеткеріп беру қызметлері бар, я? 50 мың сомнан өтсе. Осындай затлардан да
үйіңізде отырып арқайын алдырсаңыз болады екен. Болмаса осы жерге келіп арқайын дәм татып кетсеңіз болады. Ал достар, бұл жерде ұсындай шаурмадан да дәм татып кетсеңіз болады. Пай-пай, мынаны қараң, кесіп атқан. Ал мінекей бұл жерде ұсындай мороженыйлардан да жеп кетсеңіз болады. Зор мороженыйлардан. Ал достар, сілерге мәнзілді жақсылап түсіндіріп жіберейін. Шымбайда енді көп адам біледі, мінекей Азиза кафенің алдындағы Лаваш Сити. Осы жерде мінекей мангал шашлик ашылып атырыпты. Жолдың бұл тарапында болатын болса, Алпамыс кафесі жайласқан. Мінекей осы жерге қарама-қарсы Азиза кафенің алдында. Білмегендер үшін төмендегі телефон нөмірлерді қойып кетемен, беймәлел байланыссаңыз болады. Үйлеріңізге арқайын зор-зор шашликлерден, лавашлардан бұйыртпаны берсеңіз болады. Ал, ұсыныңменен біз бүгінгі видеомызды жұмақлаймыз. Амалықта көріскенше, қош сау саламат боласылар. Шаңарақ ағзаларыңызбенен, достарыңызбенен келіп, осы жерде арқайын отырып, демалып кетсеңіз болады. Ал, амалықта көрсек, достар.